Намазхан кісі. Ертеде бір ауылда Мехмет деген иман жүзді намазхан кісі болған екен. Ол кісі үйіне құдайы қонақ болып келген барлық адамды барын беріп күтіп, риза қылып қайтарады екен. Мұны біліп алған ауыл тұрғындары ол адамды ақымақ санап, қарны ашқандардың барлығы Мехметтің үйінен тамаққа тойып алып, сыртынан ақымақ деп күліп кетеді-міс. Осындай күндердің бірінде сол ауылда бір кісі араққа тойып алып, оқыс жағдайға ұшырап қайтыс болады. Мұны естіген ауыл имамы мен ауыл ақсақалдары, қариялары ауыр күнә жасап өлді деп жаназа намазын оқудан бас тартады. Жаназа оқитын адам таба алмай дал болып жүрген адамдардың есіне баяғы Мехмет түседі де барлығы мысқылдап анау ақымақ Мехметке айтайық, оған бәрібір ғой, сол оқысын жаназаны деп Мехметке адам жібереді. Мехмет жаназаны еш ойланбастан оқуға келісіп, ауыр күнә жасап өлген адамның жаназасын шығарып береді. Алланың құдіреті сол күні түнде бүкіл ауылдың адамдары бірдей түс көреді. Түстерінде жаңағы ауыр күнә жасап өлген адам жәннаттың бақтарында жүр екен. Бұған таң қалған ауыл тұрғындары бірден Мехметке келіп, жаназада қандай дұға оқығанын сұрайды. Мехмет оларға кәдімгі имамдар оқып жүрген жаназа дұғасын оқығанын айтады. Мен жаназа оқып болған соң жаратқанға, әлемдердің Раббысы болған жаратушымның разылығы үшін, сен үшін жіберген барлық қонақтарыңды күттім. Сен де менің қонағымды күте көр деп дұға қылдым дейді.